Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге жұмыртқасыз, бар жоғы 3 ингредиенттен тұратын өте оңай рогалики дайындаймыз. Рогаликтер өте жұмсақ және балғын болып піседі. Ішіне начинка салсаңыздар да, салмасаңыздар да дәмі өте керемет болып шығады. Видеоны соңына дейін тамашалаңыздар, менімен бірге жасап көріңіздер. Ол үшін бізге 220 грамм ұн, 100 грамм сармай, 100 грамм қаймақ және жарты шай қасық ас содасы қажет. Ең алдымен ұнды електен өткізіп аламыз. Айтпақшы достар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, видеоға лайк басыңыздар. Енді бөлме температурасында еріп тұрған сармайды саламыз. Қолымызбен осылай жақсылап араластырып, үгітілмелі қамыр жасаймыз. Барлығын біркелкі жақсылап араластырамыз. Ұнымыз шашыраңқы болып тұруы қажет, яғни осындай крошка жасаймыз. Енді қаймаққа жарты шай қасық ас содасын салып, жақсылап араластырамыз. Содамен реакцияға түскеннен кейін қаймақтың мөлшері ұлғаяды, көпіріп, дауысы өзгере бастайды. Араластыруды жалғастырамыз. Не осылай көлемі ұлғаяды. Содан кейін барып қамырымызға қосамыз. Сонда қамырымыз өте жұмсақ болып піседі. Жақсылап араластырамыз қолымызбен. Жұмсақ қамыр илейміз. Егерде қамырыңыз өте жұмсақ болып қолға жабысып жатса, онда кішкене ұн салып жіберсеңіздер болады. Осындай жұмсақ қамыр илейміз. Одан соң бетін пищевой пленкамен жауып, тоңазытқышқа жарты сағатқа алып қоямыз. Қамырымыз дайын болғанша, рогаликтеріміз піскеннен кейін аунатып алатын сахарный пудрамызды дайындап аламыз. Ол үшін пакетке сахарный пудраны саламыз. Осылай алдын ала дайындап қоямыз. Неке қамырымыз жарты сағат тоңазытқышта тұрды. Алдыңғыға қарағанда кішкене қаттылау болды. Енді қамырды оқтаумен жаямыз. Барлық жерін бірдей қылып, домалақ қылып жаямыз. Қандай қалыңдықта болатынын көрсетіп кететін боламын. Достар, менің каналымда оңай печенье рецепті бар, соны кіріп қарасаңыздар болады. Ссылкасын жоғарыда қалдырып кететін боламын. Қамырымыз осындай қалыңдықта болу қажет. Шамамен 2-3 мм. Енді қамырымызды осындай арнайы пышақпен кестім. Жай пышақпен де кесе берсеңіз болады. Бірнеше бөліктерге бөлеміз. Сәл үлкендеу қылсаңыздар да болады. Мен осындай кішілеу қылдым. Енді қамырымыздың үлкен жағынан бастап, осылай орап бастаймыз. Қатты орамаймыз, жай ғана осылай орап шығамыз. Ішіне начинка салмасаңыздар да болады.
Қалған бөлігіне мен шоколадный паста салдым. Вареный сгущенка салсаңыздар да болады. Өте дәмді болып шығады. Барлығын орап шыққаннан кейін табамызға пергамент қағазын төсеп қойып шығамыз. Арасын кішкене алшақтау қыламыз. Алдын ала 190 градуста қызып тұрған пешімізде 20-25 минут пісіріп аламыз. 25 минут өтті. Рогаликтеріміз дайын болды. Асты да осылай әдемі болып пісіп шықты. Ысылай күйінде манағы дайындап қойған сахарный пудрамызға салып, жақсылап араластырамыз. Екеуден, үшеуден салып, осылай сахарный пудраға аунатып аламыз. Піскен бойда осылай ыссы күйінде араластыруымыз қажет. Сонда сахарный пудра жабысып, аппақ болып шығады. Суығаннан кейін араластырса, ол сахарный пудрамыз шықпай қалуы мүмкін. Неке рогаликтеріміз дайын болды. Өте дәмді және керемет болып шығады. Жасап көріңіздер. Видео ұнаған болса, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Мен одан да көп видео салуға тырысатын боламын. Каналыма кіріп, менің басқа да рецептерімді тамашалап қарасаңыздар болады. Баршаңызға сәттілік.